Хат үстелде 3 күн қатарынан жатыр еді. Тор көз қалың қағаз, ұқыпты жазу ең үстіне облыстық прокуратураға деп көрсетілген. Төменде жылдар, ауыл атауы, кей жерлері көмескі жатпен қайта қалпына келтірілген фамилиялар тізілген. Жеке бір жолда жүзік сипатталған. Сары металл, қара қошқыл тас, 2 қапталында 2 әріп. Соның біреуі латынның С әрпі. Мария коммуналдық бөлмедегі терезе жанында отырып, дәліздегі аяқ дыбыстарына құлақ түрді. Бөлмеге қайнаған қырыққабаттың иісі мен көршілердің етіктерінен шыққан декоттың өткір иісі сіңіп тұр. Қасындағы тақтай орындықта ескі қоңыр пальто мен тоқылған бас киім жатыр. Егер дәл қазір орнынан тұрып, киініп, поштаға барып конвертті жәшікке тастаса, енді кері жол болмайды. Хатта облыс орталығындағы ең сыйлы адамдардың бірі 15 жыл бұрын адамдарды атуға айдап апарғанын жазған еді. Ол прокуратурадағы кезекші конвертті ашып, жолдарды көз жүгіртіп оқып шығып, телефон тұтқасын көтеретін сәтті елестетті. Көпшілік орден тағылған кетелімен және сақина саусағында қара тасы бар жүзігі мен көруге үйренген адамның жүзін көз алдына келтірді. Ол жабысып алған жүйе оны бронды тақтадай қорғап тұр. Ал Марияның қолында тек жат пен қыңыр табандылық қана бар еді. Ол хатты алып тағы бір рет бүктеп, бүктелген жерін саусағымен жүргізді. Бір сәтке қағазды дәл қазір жыртып, қоқыс шелегіне тастап, бұрынғыша өмір сүре беруге болатындай көрінді. Тігін артелі, аз жалақы, сирек киносеанстар, ас үйдегі сақ сөйлесулер. Бірақ түнде бәрібір сол аула, сол жүзікті қол, соққы сәтінде жылт еткен тас қайта оралатын. Мария орнынан тұрып, пальтосын да хатын да алды. Дәлізде күміс қабаты кетіп, тек бұлдыр сұлба ғана көрінетін айнасы бар аласа шкаф тұрды. Ызғар еден бойымен қағаз қиындыларын сүйретіп, суық подъездің иісін алып келді. Баспалдақ алаңына шыққанда Мария бір сәтке аялдады. Хат жеңіл еді, бірақ салмағы оның бұрынғы бүкіл өмірінен ауыр сияқты сезілді. Мария баспалдақ алаңында хат ұстап тұрған сәттен көп жыл бұрын ол облыстың батыс шетіндегі үлкен жолдардан шет орналасқан шағын ауылда өмір сүрген. Соғыс ол жаққа бірден жетпеді. Бірақ жеткен кезде өзіне дейін болғанның бәрін көлеңкеде қалдырды. Ол кезде Марияға 14 жас еді. Әкесі алғашқы айларда майданға кеткен. Одан хат өте сирек келетін. Анасы 2 қызымен шаруашылықты шамасы келгенше сүйретіп бақты. Ауыл ескіше тіршілік ететін. Бірнеше көше, ағаш мектеп, колхоз кеңсесі мен клуб. 42 жылдың жазында ауылға неміс ротасы кірді. Жергілікті дүниенің ауқымы бірден тарылып, комендатура, патрульдер мен сыбыс әңгімелерден басқа ештеңе қалмады. Тамыздың бір күнінде ауыл шетіне жүк көліктерін айдап әкелді. Әуелде ешкім не үшін екенін түсінбеді. Артынша адамдарды мектеп пен клубтың арасындағы орталық аулаға жинай бастады. Қараңғыда біреулер құрастырған әлде бір тізімде фамилиясы тұрғандардың бәрін айдап әкелді. Біреулер бұрынғы қызыл әскерлерді, белсенділерді іздеп жүр деді. Мария анасының өзін және кіші сіңілісін Синовалға қарай итеріп жібергенін ұмытпады. Көзге түспеңдер деп бұйырып, өзі жиналысқа қарай кеткен. Синовал аула жаққа қарайтын артқы тұста еді. Тақтайлардың арасындағы саңылаудан төменде тұрған адамдар көрінетін. Кейін Мария алғашында
ауылдастарының бетіне қарағанын, бірақ көзінің тез арада басқа жаққа ауғанын есіне алатын. Немістердің арасында форма киген, бірақ орысша сөйлейтін бір адам болды. Оны бірде неміс дейді, бірде жергілікті полицай дейді. Ол өзгелерден тек орыс тілінде сөйлейтінімен ғана емес, басқа бір белгісімен де ерекшеленетін. Оң қолының сақина саусағында көзге ұрып тұратын жүзік бар еді. Жарқыраған ауыр сияқты сары металл, ал тасы қатып қалған қан секілді қара қошқыл. Екі қапталында Марияның көзі үйренбеген екі әріп. Бірі сынған ілмекке ұқсайтын, екіншісі бір кездері ескі әліппеден көрген латынның әс әрпіндей болатын. Адамдарды саптан шығарып, клуб қабырғасына қарай айдай бастағанда жүзікті қол жоғары көтеріліп нұсқап тұратын. Алақан тым жеңіл қозғалады, адам жол сұрағанға бағыт көрсетіп тұрғандай. Жүзік қайыңның ала көлеңкесінде жылт-жылт етеді де, Мария сол шаң басқан аулада оның қаншалықты орынсыз әрі бай көрінетініне таң қалды. Ол жеке сөздерді естімеді, тек бұйрықтың ортақ ырғақ сарынын ғана сезді. Артынша оқ даусы гүрс етті. Мария анасының қайта оралмағанын есінде сақтады. Ол күн жадында тек дыбыстармен, айқаймен ғана емес, ұсақ-түйек детальдармен де қатып қалған. Етіктер, кетелдің жылтыр өңірі, ысып кеткен шаңның иісі мен жүзік. Содан бері ер адамның қолындағы кез келген әшекей оған мазасыздық әкелетін болды. Соғыстан кейін азат етілген ауыл өз-өзіне ұзақ келе алмады. Әкесі де қайтып оралмады. Марияның қасында тек кіші сіңлісі қалды. Өмір майданнан келген қара қағаздарға, өртенген үйлер туралы анықтамаларға сүйеніп құрыла берді. Ауылға комиссиялар келіп, қаза тапқандардың фамилиясын жазды. Басқыншылардың зұлымдығы жөнінде актілер толтырды. Мария бірнеше рет гимнастерка киген бір ер адамға жүзікті саусағымен нұсқап тұрған кісі туралы айтып берді. Ол жазып алды. Сұрақ қойды, бірақ ешқандай фамилияда лақапты аталмады. Ауыл адамдарының жадында ол неміс не полицай болып жақсылап еске алмағаны дұрыс біреу ретінде ғана қалды. Бірнеше жылдан соң ауылда күн көру мүмкін еместігі белгілі болды. Жер тозды, колхоздан мардым қалмады. Сіңлісін техникумға алып кетті, ал Марияға облыс орталығына барып, тігін артеліне шәкірт болып орналасу ұсынылды. Бұл шешім ауыр болғанымен табиғи көрінді. Қалада жатақхана мен тұрақты табыс уәде етілді. Ауыл баяу босап бара жатты. Мария ерте күзде жолға шықты. Шаң басқан көше, бұрынғы мектептің терезелері, ол жерде енді ауыл совет кеңсесі орналасқан. Қайтып келе ме, келмей ме білмеді. Заты аз еді. Іш киім салынған түйіншек, анасының ескі орамалы, бірнеше сурет. Кетіп бара жатып, клуб алдындағы аулаға тағы бір рет бұрылды. Ол жерде баяғыда-ақ оқ мүжіп кеткен ізде шұңқырда қалмаған. Бәрін шөп басып кеткен. Бірақ анасына нұсқаған жүзікті қолдың елесі жадында жазылмайтын тыртықтай болып қала берді. Облыс орталығына Мария 40-шы жылдардың соңында келді. Қала оны ойылған, бұзылған көпір тастармен, орталықтағы күйген үй қаңқалары мен шет жақтағы жаңа ағаш барактармен қарсы алды. Қала әлі де бомбаның ізін алып жүрсе де біртіндеп қалпына келе бастапты. Өзен бойымен зауыт корпустары созылып жатты. Төбеде обком мен исполком ғимараты.
тігін артелі ескі көпес үйінің 2 қабатын алып жатқан. Іші тар, жарық биік терезелерден түседі. Үстелдер қатар-қатар, машиналар күні бойы тарсылдайды. Әуелде Мария қарапайым бұйымдар тікті. Жұмыс киімі, іш киім, гимнастеркалар. Уақыт өте нәзік жұмысқа ауысып, костюмді қонымды қылып тігуді, пальтоны қайта пішіп, өңдеуді үйренді. Қаладағы өмір әңгімелеріндегідей жеңіл болмады. Жатақхана ұзын дәлізі бар, 2-3 отбасы тұратын бөлмелерден құралған. Ас үйде үнемі кастрөлдер қайнап, терезе алдында тұздалған көкөністер салынған, банкілер мен жарма толы қапшықтар тұратын. Терезелер зауыттың бос алаңына қарады. Таңертең оны жылу электр орталықтары мұражасынан шыққан сұр тұман басып кететін. Мария кезекке нанға берілетін талондарға баға мен еңбек нормасын талқылауға үйренді. Артельге майдангерлер жиі келетін, гимнастеркаларын жамату үшін костюм тіктіруге. Олар қабырға бойындағы орындықта отырып, қайда соғысқанын айтып, кеуделеріндегі ордендерді түзейді. Мария еріксіз олардың кетеліндегі металдың жылтырын, медаль пішіндерін, жұлдыздарды байқайтын. Жүзіктер де кездесетін, бірақ көбіне қарапайым неке сақинасы сияқты тегіс болатын. Балалық шағындағы әлгі жүзік оған бөлек дерлік шындыққа жат дүние секілді көрінетін. Уақыт өте ол көрші зауыттағы слесарьға тұрмысқа шықты. Күйеуіне сол бөлмеден төсек орын берілді. Соғыстан кейінгі жылдарға тән ауыр, бірақ үйреншікті тұрмыс басталды. Алайда отбасы бақытты, нәзік болып шықты. Күйеуі ішіп кететін, жұмыстан кешігетін, кейде қонбай қалатын. Бірнеше жылдан соң некелері бұзылды. Жүйке, ұрыс-керіс, түнгі жылаулар, мұның бәрі Марияның адамдарға деген сенімін арттырмады. Оның жалғыз тірегі жұмыс болды. Артельде ол ұқыптылығы мен үндемейтін мінезі үшін сенімді тігіншілердің біріне айналды. Кешкісін кейде киноға баратын, экранда солдаттармен шабуылға шығып қаза тауып, бірақ ақырында жеңіске жететін. Карательдер мен полицайлар сирек көрсетілетін. Көрсетілсе қатыгез, бет бейнесіз болып, бір көріністе офицер бұйрық беріп, қолын көтергенде саусағында жүзік жылт етті. Мария селк етті, бірақ зер салып қарағанда ол басқа тасы жоқ тегіс жүзік еді. Осы сәт оған жадында әлгі детальдің қаншалық терең сақталғанын аңғартты. 50-ші жылдардың басында қала біртіндеп реттеле бастады. Негізгі даңғыл қалпына келтірілді. Жаңа трамвай желілері іске қосылды. Таңертең Мария қызыл вагондарға әрең сыйып кіретін. Бір күні сондай трамвайда иық тірескен адамдардың арасында оның көзі кенет ер адамның қолына түсті. Қол металл тұтқаны қысып тұр. Саусақтары қысқа, ұқыпты. Сақина саусағында ауыр жүзік. Сары металл күңгірт жарықта жалтырайды. Тасы қара қошқыл. 2 қапталында 2 әріп. Бірі созылыңқыраған латынның әс әрпіне ұқсайды. Екіншісі сынған белгі секілді. Трамвай күрт тоқтады. Мария теңселіп жандағы әйелге соғылды, бірақ оны байқамайды да. Ішінде баяғы таныс діріл оянды. Детальдар 100% сәйкес келмеуі мүмкін еді, бірақ әсері тым ұқсас. Ол көзін жоғары көтерді. 45 шамасындағы сұр пальто киген, жұмсақ қалпақты ер адам. Жүзінде сенімділік бар. Мұндай адамдардың суреті қалалық газетте жиі шығатын.
цех бастықтары, өндіріс озаттары, партия қызметкерлері ол терезеге қарап тұрды. Марияны байқамады. Келесі аялдамада түсіп адамдар ағынында жоғалып кетті. Жүзік тағы бір жылт етті. Сол кеште Мария ұзақ ойланды. Соғыстан кейін елге талай трофей заттар келген. Қара тасы бар жүзіктер сәнге айналған кездер де болған. Бірақ балалық шағындағы жат оны бос қиял деп қабылдауға көнбеді. Бірнеше күннен кейін тағдыр оларды қайта тоғыстырды. Бұл жолы орталық алаңдағы гастрономда. Ер адам сатушымен сенімді дауыспен сөйлесті. Оның сөзінде әлсіз ғана бірақ таныс акцент бар еді. Мария батыс шекараға жақын ауылда өскендіктен сол алыстағы неміс жазындағы интонацияларды таныды. Оның жанында аудандық милиция бөлімінің бастығы тұрды. Екеуі қол алысты, сатушы ілтипат көрсетті. Адамдар жол бермеді. Бұл көрініс Марияға трамвайдағы кездесуінен де ауыр тиді. Бұл енді жай ұқсастық емес, билікке орныққан құрметті ие тұлға еді. Көп ұзамай ол фамилиясын да білді. Көршісі Валентина горисполкомда машинистка болып істейтін. Бір әңгімеде маңызды қонақтың аты аталды. Корф. Обкомда қызмет атқаратын соғыстың ардагері, орденді адам. Демалыс күні Мария ыдыс-аяққа көмектесу үшін олардың бөлмесіне кіргенде қабырғадағы фотоларды көрді. Әскери киімдегі жас жігіт, ордендері бар, оң қолының сақина саусағында сол жүзік тіпті жас кезінде де айқын көрінеді. Сол сәттен бастап күдік оның ішінде нақты пішін алды. Балалық шағындағы жүзік пен қаладағы Корфтың жүзігі бір бейнеге бірікті. Мария туған ауылына барып қайтуды шешті. Автобус аптасына 2 рет жүретін. Ауыл қартайып кеткен. Үйлер қираған. Балалық шақтағы көршісі Аграфена немістермен бірге жүрген орысша сөйлейтін, қара тасы бар қымбат жүзік таққан адамды есіне түсірді. Сол саусағымен кімді саптан шығару керегін нұсқайтын деді ол. Бұл сәйкестік Мария үшін шешуші болды. Қалаға қайтып келе жатып, ол ішінен үкім шығарды. Корф сол адам. Дәлелдеуі қиын, мүмкін, бірақ жүрегі солай деді. Енді сұрақ басқа еді. Бұл біліммен не істеу керек? Ауылдан оралғаннан кейін Марияның сыртқы өмірі өзгерген жоқ. Ол баяғыдай артельге барып, машинка басында отырды. Қоймашымен мата үшін сөзге келіп қалды. Нан мен керосинге кезекте тұрды. Бірақ ішкі дүниесінде бір қабат қосылғандай болды. Ұмытқысы келетін ниетпен ұмыта алмайтынын түсінген сана арасындағы үнсіз табанды тартыс басталды. Газеттен Корфтың фамилиясын көрсе, радиодан оның сөзін естісе, немесе қалалық шараларда оның сұлбасын байқаса, арқасынан жеңілдіріл өтетін. Бірінші реакциясы шетке шығу, араласпау. Өмір оған билікке қарсы шығу, қарапайым адамға жақсылық әкелмейтінін үйреткен еді. Бірақ газеттерде қателіктерді әшкерелеу, марапаттарды тексеру туралы жазылып жатты. Сөз бен шындықтың арасы әрдайым бірдей бола бермейтінін ол түсінсе де, үнсіз қалу енді серіктестік сияқты сезіле бастады. Бір күні ол горкомға хаттың қара нұсқасын жазды. Оккупация жылдарын, ауылдағы ауланы, қара тасы бар жүзікті, қимыл мәнерін қысқа да нақты баяндады. Оқып шыққанда қағаз тым жұқа көрінді. Бірнеше минуттан соң жыртып тастады. Қорқыныш басым түсті. Бірақ бірнеше аптадан кейін аудандық прокуратура ғимаратының қасынан өтіп бара жатып, ол қайта ойланды.
Кешке тағы отырды. Бұл жолы хатты облыстық прокуратураға арнады. Тұжырымдары құрғақ фактіге негізделген болды. Жылдар, орын, куәлар, жүзік сипаттамасы, куәлік беруге дайын екенін жазды. Хатты бүктеп, конвертке салып, мекен жайын анық жазды. Таңға дейін тумбочка үстінде жатты. Таңертең ол конвертті сөмкесіне салды. Пошта бөлімшесінде салқын ауа сия иесі. Қызыл жәшіктің алдына келгенде балалық шағындағы аула көз алдына келді. Бұл жолы ол араласа алады. Конверт жәшікке түскен сәтте металл қысқа дыбыс шығарды. Қорқыныш та, жеңілдік те қатар сезілді. Бір аптадан соң артельге 2 адам келді. Бірі прокуратурадан, бірі милициядан. Жеке бөлмеде сұрақ жауап өтті. Мария ауылдағы оқиғаны, жүзікті, Аграфенаның сөзін қайта баяндады. Соңында жалған донос үшін жауапкершілік бар екенін көрсетті. Ол бас изеді. Кейін оны қалалық прокуратураға шақырды. Хаты тіркелген іс ресми құжатқа айналған. Тексеру басталды. Ауылға бару, қарттардың куәліктері, архивтер. Ескі актілерден соғыс жылдары ауданда Корф деген аудармашы болғаны тіркелген. Бірақ аты жөні толық емес. Бұл алғашқы нақты іс. Қалада сыбыс тарай бастады. Артельде оған салқын қарау көбейді. Парткомда ардагердің абыройын сақтау жайлы ескерту жасалды. Бірақ тергеу тереңдей түсті. Бір күні оны КГБ ғимаратына шақырды. Орта жастағы офицер детальдарды мұқият сұрады. Корфтың мәртебесі істі күрделендіретінін жасырмады. Көп ұзамай Корф уақытша қызметінен шеттетілді. Ресми түрде кейбір мәселелерді анықтау үшін газетте қысқа хабарлама шықты. Артельдегі сыбыс үдей түсті. Ақыры сот басталды. Ашық емес, шектеулі қатысушыларымен. Айыптау Мария мен басқа куәгерлердің сөздеріне, архивтік деректерге, лагердегі бұрынғы карательдің жанама айғақтарына сүйінді. Қорғау жағы аты жөні мен туған жылының сәйкессіздігін алға тартты. Жүзікті жалпы аксессуар деді. Мария мінбер алдында тұрып, ауыл ауласын, жүзікті қолды, анасының оралмағанын айтты. Дауысы кейде дірілдеді, бірақ тоқтамады. Корф салқын қанды түрде жоққа шығарды. Аудармашы болғанын, бірақ жазалауға қатыспағанын, жүзікті соғыстан кейін сыйға алғанын айтты. Сот бірнеше күн созылды. Үзілістерде Корфтың әйелі жылап, ұлы әкесіне сеніммен қарады. Мария үшін бұл ауыр болды. Әділет іздеу тірілердің тағдырына тиеді. Соңында үкім шықты. Корф оккупацияланған аумақта карательдік акцияларға қатысқаны үшін кінәлі деп танылды. Мемлекеттік наградаларынан айырылып, қатаң режимдегі колонияға ұзақ мерзімге сотталды. Үкімде оның өмірбаян деректерін саналы түрде өзгерткені айтылды. Залда үнсіздік орнады. Корф қолын үстелге тірегенде жүзігі әдеттегідей жылт етті. Мария үшін бұл тұйық шеңбердің жабылған ишарасы еді. Соттан кейін оның өмірі жеңілдеп кеткен жоқ. Газеттер куәлардың атын атамады, бірақ қалада бәрі бір тігінші әйелдің хатының арқасы деген сөз тарады. Артельде кейбірі одан теріс айналды, кейбірі жасын құрметпен қарады. Ол бұрынғыдай жұмысын жалғастырды. Кезек, коммуналдық тіршілік, радиодағы монотонды дыбыс. Ішіндегі жүк өзгерді. Жойылған жоқ, бірақ үнсіз тас болудан әрекетке айналды. Бұл кинофильмдердегідей жеңілдік әкелмеді. Әділеттің өз бағасы бар екенін түсінді. Өзі үшін де, Корфтың отбасы үшін де, жүйе үшін де. Жылдар өтті. Қала жаңа есімдерге
үйренді. Мария трамвайда адамдардың қолына қарауды қоя алмады. Бірақ ешбір жүзік енді бұрынғыдай мұздай діріл тудырмады. Қара тас пен латынның «с» әрпі енді жазасыздықтың символы емес, соттан өткен істің бір бөлігі еді. Бұл хикаяда айқын жеңіс те, толық жеңіліс те болған жоқ. Тек бір адамның жүйеге есептер мен ордендердің артында нақты өмірлер мен өлімдер тұрған еске салуға жасаған талпынысы болды. Ал мұндай талпыныс әрқашан жоғары жеке бағамен келеді.